Сәлеметсіздер ме, құрметті қымбатты Тару әлемнің көрермендері және қонақтары. Бүгін сіздерге сәуір айына болжам ұсынамын. Осы бөлімде біз таразы белгісін қараймыз. Таразыдарды сәуір айында не күтеді? Қарайық бірге. Сәуір айы бізде өте маңызды айдардың бірі. Бізде 8 сәуірде солнечное затмение және новолуние болады. Қазір бізде убывающая луна және коридор затмение болып жатыр. Және сәуірде бізде ретроградный Меркурий. Жаңа жоба алуға немесе маңызды құжатқа қол қоюға, операция жасаудың өте қолайсыз кезеңі. Сіз қазір ескі жұмыстарыңызбен айналысаңыз, сізге таныс іспен істі қолға алсаңыз, немесе өткен жұмысқа оралу, өткенді қайта қарау, өткен қарым-қатынастар келу мүмкін өміріңізге. Бары өткен шақпен байланысты болады сәуір айы бізде. Сонымен қарайық, таразыдарды сәуір айында не күтеді? Арнаға жазыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк бас отырыңыздар, құрметті көрермендер. Соның болжамымызды бастайық. Сәуір айында таразы белгісі не күтеді? Сәуір айында таразы белгісі не күтеді? Сәуір айында таразы белгісі не күтеді? Қандай жағдай күтеді? Сәуір айында таразы белгісін не күтеді? Мен 5 карта шығарам осы колодадан, және ол жағдайды білдіреді. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші және бесінші. Және қандай сыйлық күтеді таразы белгісін сәуір айында? Қандай сыйлық күтеді таразы белгісін сәуір айында? Осы мен Таро Уэйттан 12 сәтті карта шығардым. Сол біреуі бізде сыйлық болады. Қандай сыйлық күтеді таразы белгісін сәуір айында? Соны болжамыз дайын. Қарайық сәуір айында таразы белгісі. Бірінші сіздерге башня түстім. Таразы белгісі. Уайымдамаңыз. Башня сіздің айдарыңыз өте маңызды болады. Өте үлкен бір өзгерістер болады. Сәуір айынан бастап басынан. Башня сіздің барлық жоспарыңыз қирайды, құлдырайды және өзгеріске ұшырайды. Және сіз соған дайын болмайсыз. Сізге үлкен бір трансформацияның алдында тұрсыз, таразыдар, және сол жаңа келген өзгерістерге дайын болуыңыз керек. Сізде ішкі трансформация өтеді. Және ол жұмыстан кету, немесе жұмыстан кету болады. Жеке өміріңізде ол біреумен ара қатынасыңыз бұзылады, сіз ажырасасыз ба? Осындай сізде қиын кезең болады, сынақ болады сізде, солай қабылдаңыз, және содан ішкі трансформация жасау арқылы содан шығуыңыз керек. Сізге картадан кеңес, иллюзияға берілмеңіз. Иллюзиядан алыстырыңыз. Келесі сізге 9 жезл. 9 жезлов, көбінесе ол жұмыста болады, қоғамда болады осындай үлкен өзгерістер. Өткені жезл бізде жұмысқа, жұмыс жайында жезл жауап береді жұмысқа.
девятка жайлы сіз жабыласыз, адамдардан жабыласыз, ескі қателіктерді қайталаудан қорқасыз, және денсаулығыңызға назар аударыңыз, басыңыз ауруы мүмкін, көзіңіз ауруы мүмкін, және сіз тұрасыз бір жерде, қозғалмай тұрасыз, ешқайда барғыңыз келмейді, өзіңіз қалғыңыз келеді, және қорқыныш болады сізде, қоғамнан, адамдардан қорқасыз, осындай сізде жағдай болады. Келесі старший аркан смерть. Старший аркан, тағы бір старший аркан, сіздердің айдарыңыз өте маңызды болады. Мен айттым, басында бізде ретроградный Меркурий, қазір бізде коридор затмение болып жатыр, ол әсер етеді. Сізде тағы бір старший аркан смерть түсті. Смерть, ол қорықпаңыз, ол смертьті білдірмейді негізінде. Ол бізде 13-ті старший аркан, ол бізде тағы бір трансформация болады. Сізде бір нәрсенің аяқталуын білдіреді. Сіз бір нәрседен айырылғыңыз келмейді, бірақ ол кетеді. Сіздің қаласаңыз да, қаламасаңыз да, ол сіздің өміріңізден кетеді. Ол трансформацияны білдіреді, жаңа событиялар, жаңа жағдай сіздің өміріңізде болады. Тағы да жұмыста, ол бізде жұмыстан шығу, жаңа жұмысқа тұру, қарым-қатынаста, ол бізде жаңа қарым-қатынасты білдіреді, немесе сіз сол адаммен айырыласасыз, немесе сіз қыз-жігіт болып жүрсеңіз, ол адамға күйеуге шығасыз, немесе балалы боласыз, ата-анасыз. Әрқашан жаман емес ол, бірақ сіз бір нәрседен айырыласыз. Қоштасу керек сізге. Қоштасу керек сізге бір нәрсемен, және жаңа нәрсе өміріңізге келу үшін. Сізге картадан кеңес, айырылыңыз, қоштасыңыз, және ол ақшада байланысты болуы мүмкін. Рыцарь пентакль түсті. Мысалы, сіз бір қомақты қаражаттан айырылып қаласыз ба? Ол мүмкін енді. Рыцарь пентакль сізге баяу ақша келеді, ары қарай жұмыс жасай беріңіз, ақшаңыз болады, бірақ кешігіп келеді, сабырлық танытыңыз. Қараңыз, ақша келеді, сіздерге десятка пентакль түсті. Сәуір айыңыз жақсы аяқталады. Десятка пентакль түсті. Десятка пентакль ол бізде отбасылық картаға жатады. Десятка ол бізде соңғы младший аркандардың соңғы картасы. Отбасыңыздан көмек келе ма? Отбасылық бизнестен бизнес құрасыз ба? Және отбасыңыз сізге көмек бере ма? Сондай сізде ақшаңыз болады, барлығы жеткілікті болады. Сәуірдің аяғында барлығы дұрысталады, денсаулығыңыз да жақсы болады. Сізге сәуірдің аяғында барлығы қираса, немесе мүлкіңіз бұзылса, сіз оның орнына жаңа нәрсе саласыз, және отбасыңыздан қаржылық көмек келіп, сіз ары қарай жұмысыңызды жалғастыра аласыз. Сонымен қандай сыйлық күтеді сіздерді? Қараңыз, сізге звезда түсті, тағы бір старший аркан. Звезда түсті. Айдарыңыз өте маңызды болады, таразы белгісі. Сізге старший аркан звезда түсті. Сіздің звезда ол бізде арман, үлкен бір арманыңыз орындалады. Сізге сыйлық ретінде түсті. Сіз оны қазір қалай болатынды білмей тұрсыз, бірақ сондай бір үлкен арманыңыз орындалады. Және чудо болады, сіздің арманыңыз, қалауыңыз орындалады.
сондай сізде маңызды сәуір айы таразы белгісі. Арнаға жазыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға аман сау болыңыздар.